Кеш жарық әріптестер. Бүгінгі енді мына обучениемізді, сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Өйткені жаңа кішкене техникалық ақаулар болып қалды да, біраз бүгіліп қалдық. Барлықтарыңыздан кешірім өтінеміз. Енді сіздерден сұрайын деп отырғаным, жаңадан келген адамдар бар ма екен? Жаңадан келген адамдар болса, плюс санын қойып отырсаңыздар болады. Өте жақсы. Дауысы жоқ деп жатыр. Дауысы бар болса, тоже плюс деп қойып отырыңыздар. Жоқ болса, минус деген қойып отырсаңыздар болады. Жақсы, онда барлықтарыңызға кеш жарық. Бүгінгі келесі жақсы естіліп жатыр екен. Енді қазір әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы оқы және инвестируй деген бүгін тақырыпта жеке инвесторлар академиясы барлықтарыңызды осындай жақсы әлемдік үлкен деңгейлік оқу құралы бар, инвестициялары бар жерлерге келгендеріңізді құттықтағым келеді. Енді одан кейінгі айтып өтетінім, қазір талаптарға сәйкестік және жауапкершіліктен бас тарту дейді. Бұл енді өзіміз барлықтарыңыз білесіздер, ОИП деп жазылады біздің кабинеттерімізде. ОИП дегеніміз ол оқу ақпарат өнімі. ККИ это көп деңгейлік краудинвестинг. Одан кейін КРУ деп жазылады, бұл криптоинит токен ішкі балы. Енді біз барлықтарыңыз мына жерге назар аударсаңыздар, біз акцияларды немесе токендерді сатпаймыз, сатуға лицензиямыз да жоқ. Өйткені себебі барлық елдерде қаржылық өнімдерді сауаттың өзіндік ережелері бар, және біз елдің заңдарын сақтаймыз. Өйткені көптеген елдер ақпараттық өнімдерді арнайы лицензиясы сатуға рұқсат беріледі. Одан кейінгі біз байлықты құру және құру мен сақтандырудың негізгі қағидаларын қамтамасыз ететін, байлықты жасауды үйрететін тренингке қатысу мүмкіндіктері ұсынады. Енді тренингке қатысу мүмкіндіктері деп жатқанымыз, жаңағы бізде ақпарат оқу құралы деп жатырмыз ғой. Сол ақпарат оқу құралы бойынша біздің әрбір осы жерге келген адамдардың үлкен мүмкіндігі. Бұл енді финансовый жағынан деп жатырмыз, қаражатты қалай жұмсау керек деп жатырмыз. Сол жайында көптеген ақпараттар алып, ары қарай өзінің қаражатын үнемдеуге, инвестиция саласына салуда, сондай жағынан біздің бұл криптоинит бағдарламасының беретін көп деңгейлі оқу ақпарат құралдары бар. Одан кейін өтініш, өзіңіз кешенді тексеру жүргізіңіз, немесе өз аймағыңыздағы лицензияланған бухгалтерлерден не қаржы кеңесіне өз мемлекетіңде елдегі талаптарға сәйкестігін растауды сұраңыз дейді. Енді бұл жерде біздің мемлекетімізде бұл оқу ақпарат құралының өнімдері бойынша бұл тиімді болғандықтан біз қазір барлық халқымызға бұл мүмкіндікті беріп отырмыз. Енді одан кейінгі, енді барлықтарыңызға біріншіден өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Иманмадиева Гүлсана Төкен қызы. Қазір Көкшетау қаласының аймақтық кеңесінің өкілі және әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынушылар қауымдастығының серіктесінің бағдарламасы бойынша топ менеджерімін. Одан кейін тұтынушылар қауымдастығының кәсіби инвесторымын. Барлығымызға белгілі мастер профи деп жатырмыз. Сол мастер профидің тренингі сертификатталған маманы. Активный старт тренинінің түлегі, қаржы данышпан бизнес ойының жүргізуші, және де Мәскеу миллионер за год деген жаңа үлкен MLM кәсіпкерлер ассамблеясының форумына қатыстым. Одан кейінгі қазіргі барлығымызға мәлім көп деңгейлі краудинвестингтің 260 марафонның қатысушымын. Ең жақсы қазір барлығымыз осы сәйкес келетін біздің әлемдік жаңа экономикалық эволюциясына қатысты
әлемнің генерал бейбітшілік үшін халықаралық қауымдастығының мүшесімін. Енді ары қарай енді компанияның ақпараттарын айта кетсем, барлықтарымыз білесіздер да, кездесу бағдарламасы. Бұл кездесу бағдарламасы 4 деңгейден. Бірінші айта кететін инвестициялық ойлау жүйесі. Инвестициялық ойлау жүйесіне жеке инвестор академиясы жатады. Қаржылық сауаттылық рөлі жатады. Жеке инвесторлық академиясы дегеніміз, жаңа кішкене тоқтала кетсем, бұл әрбір адамның өзінің қаржы сауаттылығын ашу туралы үлкен бізде ақпараттық бағдарламалар бар. Одан кейінгі жеке инвестор VIP клубы деп атырмыз. Барлықтарыңызды осы VIP клубқа қатысушыларыңыз болса, барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Өйткені бұл жерде өсу перспективасы бар. Клуб мүшесіне арналған бонустар бар. Жаһандық инвестициялық портфель бұл. Одан кейін көп деңгейлі краудинвестинг деп атырмыз. Бұл енді көп деңгейлі краудинвестинг бизнесі серіктестерге арналған бизнес тренингтер. Одан кейін төртінші, әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы. Ол деген не? Компанияның жоспарлары. Енді біздерде кездесу бағдарламасында қазір осындай осы нелерге мағлұмат аласыздар. Енді жеке инвестор академиясы барлығымыз білеміз, 2019 жылы 30 мартта крипто бағдарламасы ашылғанын барлығымыз білеміз. Бірақ біз сол крипто бағдарламасы барлық ішіндегі оқу құралдардың барлығы жеке инвестор академиясына жатады. Одан кейін бірінші айта кететін 9 жылдық тәжірибесі бар ғалымдық онлайн порталы. Екінші, әлемнің 176-дан астам еліндегі қазіргі таңда 1.355.000 пайдаланушы бар біздің қазіргі криптоинвест бағдарламасында. Одан кейін инвестициялар мен қаржы саласында 23 жылдық тәжірибесі бар оқытушылар. Одан кейінгі қаржы инвестициясы және тұлғалы өсу бойынша практикалық сабақтар өтеді. Ол нақты кейстер, топтық сабақтар және оқу және тәлімгерлік. Ол тәлімгерлік енді барлықтарымызды бұл жерде жаңағыда айтып кеткендей, жеке инвестор академиясында осы 5 мүмкіндік бірден, екіншіден осы сабақты пайдаланып барлығымыз жетістікке жетуге болады. Енді қазіргі келесіге тоқтала кетсем, инвестициялық ойлау жүйесі дейді. Енді бұны ерекше айта кететін болсам, инвестициялық ойлау жүйесінде барлығымыз білеміз, қаражатты пайдалану дегенді де, өйткені көптеген халықта кредит алып жатарымызда, сол қаражатты қалай жұмсау керек екен жайында оқу құралдары. Енді Роберт Кийосакидің ақша ағыны квадрантына тоқтала кетсем, бұны енді барлықтарымыз қазіргі таңда білеміз. Ақшаның ағынының квадранты ол бірінші жұмысшыдан басталады. Одан кейінгі жаңағы кәсіпкер болады, одан кейінгі жаңа бизнесмен болады. Бизнесіңіз бар адамдар сізге жұмыс істейді. Ал енді жұмысшы деп жаңа бірінші айтып кеткенде, ол өзіңіздің жұмысыңыз болса, сол жұмысыңыз бойынша жұмыс жасайсыз. Одан кейінгі жаңағы кәсіпкер деп атырмын, ол сіз өзіңізге жұмыс істейді. Ал енді бизнесмен дегеніміз, бұл бизнесіңіз бар адам сізге жұмыс істейді. Қазіргі таңда барлығымыз осы ақшаның ағыны квадрантының 4-ші бөлігінде тұрмыз деп айтсақ болады. Өйткені қазір барлығымыз осы саладамыз. Ақшаңыз сізге жұмыс істейді. Біз сондай үлкен қазіргі таңда осындай жақсы бағдарламаға келіп, барлығымыз болашағымызды бірге өзгертеміз деген үлкен мақсатпен келіп отырмыз. Енді келесі слайдқа тоқтай кетсем, енді қаржылық сауаттылық деңгейі дейді. Қаржылық сауаттылық деңгейі халықтың қаржылық сауаттылығы 0% арқасында арақатынасында. Енді қарасаңыз, қаржылық сауатты көптеген мемлекеттерде, басқадай мемлекетте қаржылық сауаттылығы бұл жаңағы
20%-тан 70%-қа дейін сауаттылығы артылған. Бұның ішінде жаңағы көптеген мына жерде үлкен мемлекеттер кіріп отыр. Енді бұл барлығымызға қазіргі таңда үлкен осы қаржылық сауаттылық деңгейі арқылында бізде ертеңгі күні мемлекетіміздің өркендеуіне барлығымыз қазіргі таңда атсалысып жатырмыз. Енді одан кейінгі тоқтала кететінім келесі біздің қазіргі таңда тұлғалық өсу, инвестициялық курстар, бизнес оқыту дейді. Енді бізде бұндайдың барлығын қазір пайдалануға барлығымызда шешім бар. Өзін-өзі дамытуға, мақсат қоюға және жоспарлауға, қаржылық сауаттылықты арттыруға, инвестициялық ойлауды қалыптастыруға, бизнес құрудың түрлі әдістері мен стратегияларын зерттеуге бағытталған тренингтер. Күнделікті қазір барлығымыз күнделікті көптеген тренингтер жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда бізде сол тренингтің арқасында деп айтсам болады, көп осы біздің оқу құралы арқасында көптеген қазір әлемдік жоғары жақсы деңгейге жеткен адамдар бар. Ол дегеніміз қазіргі таңда табысқа жету тарихы дейді. Енді табысқа жету тарихында қарап отырсаңыздар, мына жерде көптеген мемлекеттерден қаншамалықты жоғары деңгейде лидерлар шығып отыр. Енді бұл әрбір басқа компаниямен салыстыруға болмайтындығын айта кеткім келеді. Өйткені табысқа жету тарихы қазіргі таңда біздің Қазақстанда да осы тарихқа кірген адамдар көп. Салыстырмалы түрде айтсам, бір компанияда бірнеше президент болу деген мүмкін емес. Ал енді қазір біздің партнерлық программа бойынша қарап отырсақ, мына жерде көз тойып қуанатын жағдайлық. Өйткені біздің қазақстандық көп адамдар қазір осындай деңгейге жетіп отыр. Осы кісілердің барлықтарын шын жүректен құттықтағым келеді. Менің қатты қуанып отырғаным, менің мына жерде өзімнің спонсорым Бақыт Рақашевна отыр, Жанар Тұрғанбекқызы отыр. Содан кейінгі жақсы өзімнің барлығымызға әйгілі, уже қазіргі таңда барлығымызға күнделікті сабақ жөнінде презентация жүргізіп жүрген Айкүнім Қуаныш қызын көріп отырмын. Көптеген лидерларымызды көруге болады бұл жерден. Енді мына жерде Ботагөз апада отыр екен, бұл кісі жасына қарамастан қазір осындай жақсы деңгейге жетті. Бұл енді айтып отырған себебім, барлықтарыңызға да осындай дәрежеге жетуге үлкен мүмкіндік бар. Енді келесіге тоқтай кетсем, жеке инвестор клубы, инвестор VIP клубы деп жатырмыз. Барлықтарымыздың көбі қазіргі таңда осы жеке инвестор VIP клубының мүшесіміз. Бұл дегеніміз қазіргі таңда академияда алынған білім нәтижені қалай беретін тәжірибеде көргізгіңіз келе ме дейді. Енді жеке инвестор VIP клубында қазір көптеген бізге пайдалы құралдары бар. Енді бұл элиталық клуб, және бізде жаңағы оқу ақпараттары құралы деп жатырмын ғой, сол оқу ақпарат құралдарының өнімге 75%-ға дейінгі жеңілдіктер болады. Одан кейін эксклюзивті ұсыныстар, криптоинт бағдарламасына кіру және оның бонустарына қол жеткізу, қосымша табыс көздері, ай сайынғы жабық жиналыстарға қатысуға болады. Енді жабық жиналыстар деп жатқаным, біздің компанияда айына бірлес үлкен вебинар жүргізіледі. Халыққа жаңағы қалай айтсам болады, отчет беріледі. Енді бұл жерде еще жаңағы ай сайынғы жабық жиналыстарға қатысатынын, ол статусы жаңағы консультант дәрежесіне жеткен адамдардан бастап, жоғарғы адамдар жеке осындай жиналыстарға қатысу мүмкіндігі бар. Енді одан кейінгі тоқтала кететінім курс атауы. Бізде енді көптеген курстар бар. Жаңағы айтып кетіп отырмын ғой, бізге бұл енді мен өз басыма өте мақтанарлық жағдай. Мен осы жерге келгеніме өте қуаныштымын. Себебі жаңағы сауаттылық жағынан, инвестиция жағынан, финанс жағынан десем болады, көптеген осы құралдар бойынша сабақ
алдым өзіме. Үлкен мағлұматтар маған жетті десем болады. Бұл жерде инвестициялау негізгі және жеке инвестордың 8 ережесі. Бұл 8 ережесін қазіргі таңда барлығымызды бірінші мақсат қойып, осы 8 ережесін білуіміз керек десем болады. Капиталдандыру негізгі $1 қалайша 1 миллионға айналдыру керек екендігі бұндай құралдарымызда бар. Содан кейінгі жаңа инвестордың 5 деңгейі дейді. Инвестордың 5 деңгейі. Байлық пен өркендеу негіздері, инвестициялау нысандары мен құралдары, инвестициялық стратегиялар, инвесторлық портфельді көру негіздері, бір жылда миллионер марафонына қатысу, қаржы данышпаны, ойын шебері, бұған да бонустар бар. Қаржы данышпандары дегеніміз, енді бұған жеке тоқтала кетем. Бұл да біздің өзіміздің жаңағы финанстық жағдайына жақсы қаражатты қалай жұмсау керек екенін, сол жөнінде үлкен бұл ойын шебері. Бұған да сіздерге жаңағы қосымша оқу ақпарат құралы қосылып беріледі. Табыс марафоны, табысты кәсіпкерлердің саммиті, зейнетке шығу жоспарлары. Зейнетке шығу жоспарлары дегеніміз, енді барлықтарымыз білеміз, біз жұмыс жасаған уақытта әрқайсымыз болса да пенсияға шыққанша жұмыс жасаймыз. Одан кейін жаңағы бұл пенсияға шығамыз жұмыс бойынша. Енді мына жерде қазіргі таңда кішкене азын-аулақ қана бұл жердің крипто бағдарламасынан алып, оқу ақпараттарыңызды қосып, жақсы үлкен деңгейге жетіп, 4-5 жылдың ішінде жасқа өзіңізді үлкен жасыңызға қарамастан, жас студенттерден бастап, оқушылардан бастап, арғарай бір 5 жылда жақсы қаражат көлеміне ілігеді десе болады. Содан кейінгі жеке инвесторды қашықтан оқыту дейді. Енді қазір барлығымызға мәлім, осындай күнделікті біздерде Zoom деп атырмыз, осы арқылы үлкен вебинарлар жүріп атыр. Zoom арқылы барлықтарымыз үлкен сабақтар өткізіп жатырмыз. Сондықтан қазір барлығымызға енді қашықтан оқыту деген, бұл енді болашақта бір үлкен мүмкіндік әкелетін жақсы деңгейде болады деп ойлаймын. Одан кейін жеке инвестициялаудағы алғашқы қадамдар. Білікті инвестор, 1-8 деңгейлер. Осындай үлкен ақпарат құралдары бар. Бұл дегеніміз барлығы курс атаулары. Одан кейінгі тоқтала кететін болсам, оқу ақпаратының өнімдері. Жаңағы айтып кеткендей, қысқаша ойып деп айтылады. Бұл енді біздің тілге аударылғанда оқу ақпараттық өнімдері. Енді бұл жерде бастауыш ойыпы дейді. Бастауыш ойыпына қазіргі таңда 50 юниттан бастап салуға болады. Юнит дегеніміз қазір бізде ол 1 юнит $1 бағасына тең деп айтатын болсақ болады. Базалық ойып деп атырмыз. Бұл енді VIP клуб мүшелеріне кіретін, жаңағы айтып атырмын ғой, бастауыш ойыптан бастап VIP клуб мүшелеріне 50 юниттан бастап кіруге болады. Одан кейінгі бастауыш білім беру ойыпы дейді. Бұл жерде де жаңағы егерде ол енді 2125 юнит тұрған жағдайда қазірде қысқартылып 1000 юнитқа арзандатылған бағамен алып оқу құралын пайдалануға болады. Орта білім беру, бұл енді айтқандай 4125 тұратын болса, қазір 4000 юнитқа осы орта білім беру ақпаратын алуға болады. Ең жоғарғы білім беру ақпараты, бұл енді қазіргі таңда 12725 юнит тұратын болса, оны қазір бізде үлкен мүмкіндікпенен 1000 юнитқа, яғни $1000 осы жоғарғы білім ақпаратын алуға болады. Одан кейінгі тоқтала кететін, енді барлықтарымызда қазір білеміз, аманшылық болса, енді алдымызда бұл этаптарда өзгеріс болғалы жатыр. Этап дегеніміз енді ойыпқа кірген, жаңағы оқу құралына кірген адамдарға рассрочкаға да алатын мүмкіндік бар. Енді бұл жаңағы басталмасы деп атырмыз ғой, бұл жерде 50 юнитпенен 4 курс оқу құралын алуға болады.
және сізге қосымша 250 криптобалы беріледі. Одан кейін базовый деп атырмыз. Бұл жерде 250 юнитқа сізге 6 курс 1389 крипто бағдарламасының балы беріледі. Одан кейінгі жаңағы айта кетсем 1000 долларға 8333 беріледі. 4000 юнитқа 40.000 беріледі. Енді самый үлкен жаңағы айта кететінім 10.000 юнитқа, бұл енді яғни 10.000 долларға сізге қазіргі таңда 125.000 крипто бағдарламасының балы беріледі. Енді бұл қазір бұл екінші кезеңнің екінші этапында тұрмыз. Енді 1 августтен бастап екінші этаптың екінші бөлімнің үшінші этапына көшеміз десек болады. Бұл кезде жаңағы алатын кішкентай азын ғана 50 юнитқа салатын болсаңыз, сізге ол енді 250 емес 167 криптобалы беріледі. Одан кейінгі жаңағы барлығын сіздерге айтып кеткендей, бұл жерде қысқартылып беріледі. 250-ге алатыныңызға 1389 берілген болса, бірінен бастап 1000 беріледі. 1000 юнитқа 8330 қазір беріліп жатқан жағдайда, ертең бұл 1 августтен басталып 5000 беріледі. 4000-ге қазір 40.000 беріп жатқан жағдайда болса, енді бұл жерде үлкен процентқа үлкен пайызға азаяды десем болады, 26667 беріледі. Енді ең үлкен көлемдегі оқу ақпарат құралының 10.000 юнит қалатын болсаңыз, қазіргі таңда 125.000 беріліп жатса, бірінен бастап барлықтары уже келген адамдарға жаңадан бұл жерде 100.000 ғана крипто балы беріледі. Одан кейінгі сіз тоқтала кететін болсам, қазір енді айтып отырсақ, біздің компанияның көптеген жетістіктері бар. Бұл жетістіктермен біз мақтана аламыз. Енді кез келген адамға минималды қаражатпен де білім алуға және кіру жаһандық портфелінің тең құқылы иесі болуға мүмкіндік беретін инновациялық оқу бағдарламалар деп атырмыз да. Енді біз барлығымызға белгілі бұл 30 наурыз күні 2019-да крипто бағдарламасы іске қосылды. Содан бері қарап отырсақ, қазір көптеген жақсы жаңалықтарға жетіп атырмыз. Бұл деген үлкен біз үшін қуаныш. 3 сәуір күні 2019 жылдың екінші кезеңіне өттік. Одан кейінгі 1 мамырдың 2019 жылы 3 кезеңге өттік. 8 мамыр 2019 жылы алғашқы рет есептелді дейді. Енді 1 маусым 2019 4-ші кезеңге өттік. 1 шілденің 2019 жылы 5-ші кезеңге өттік. Одан кейінгі 1 тамыз 2019 жылда 6-ші кезеңге өттік. 1 қыркүйекте 7-ші кезеңге өттік. 1 қараша 2019-да 8-де 1 кезеңге өттік. Енді бұл жерге тоқтала кетсем, 13 қарашаның 2019 жылы алғашқы рет біз барлықтарымыз профи бонус есептелді. Осы профи бонусты барлығымыз алдық. Одан кейін 1 желтоқсан 2019-да 8-дің 2-ші кезеңіне өттік. 8 қаңтар 2020 жылы бағдарламаны дамыту 2-ші бөліміне өттік. Енді 15 қаңтардың 2020 жылы біздің компания Ethereum блокчейн арқылы жаңа блокчейнға шықтық. Одан кейінгі 9 наурыз 2020 жылы кру балының ішкі айырбастауы іске қосылды. Бұл туралы әлі де жеке тоқтала кетем. Одан кейінгі қазіргі 4 мамырдың 2020 жылы 2-ші кезеңнің 2-ші бөліміне өттік. Енді біз осы 1,5 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жеттік. Компанияның бұл ең қуантарлық жақсы сәттерінің бірі десем болады.
Одан кейінгі келесіге тоқтала кетсем, енді инновациялық нарықтық 20 секторы деп атырмыз. Бұны барлығымыз білеміз. Қазір біз крипто бағдарламасының ішінде осындай 20 сектор бар. Бұның ең бірінші тоқтала кететін білім беру. Барлығымыз қандай жетістікке жетсек те, қандай қаржылық сауаттылықты үйренсек те, бізге барлығымызға білім қажет. Білімсіз адам надан деген біздің Абай атамыз айтқандай, бұл енді білім, осы білім арқылы біз ертеңгі күні үлкен жетістіктерге жетуге болады. Одан кейін көп деңгейлі крауд инвестингінің дамыту секторы, одан кейінгі бизнестің келісі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестегі үлескерлік меншік секторы. Одан кейінгі айта кететініміз денсаулық жаңа ұзақ өмір сүру дамыту секторы дейді. Енді денсаулықты барлығымыз біліп атырмыз, қазір қандай жағдайда болып жатқанымызды. Енді бұл жерде тоқтала кетсем, барлықтарыңызға денсаулық сыйлағым келеді. Өйткені денсаулық дегеніміз біздің бірінші баспайлығымыз. Адам заты бірінші өзі инвестицияны өзінің денсаулығына салып үйрену керек. Сол кезде адамның ғұмыры да өмірі де ұзақ болады деп мен бұған сенімдемін. Одан кейін айта кететін инновациялық көлік дамыту секторы. Енді бұл жерде барлығымыз білеміз, барлығымызға мәлім, инновациялық көлік дамыту секторы дегеніміз, біз осы жерде үлкен технологияға барлығымыз қаражат салып қойғанбыз. Одан кейін банк секторы, қор нарықтығы, валюта нарықтығы, криптовалюта нарықтығы дейді. Сақтандыру секторы, жылжымайтын мүлік секторы, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылығы және фермерлік даму секторы, кәсіпкерлік, кооперативтік және әлеуметтік даму секторы, ғылым секторы, мәдениет секторы, қымбат бағалы және жартылай қымбат металдар секторы, асыл тастар және жартылай қымбат бағалы тастар секторы, ғарыштық даму секторы, ең тағы да тоқталып айта кететін қайырымдылық секторы дейді. Енді қайырымдылық секторы дегеніміз, бұл енді барлығымыз осы қайырымдылық секторын жасай білуіміз керек деп айтқым келеді. Одан кейінгі тоқтала кететін келесі криптоинт жаһандағы бағдарламасы бүгінгі таңдағы құны 404 миллион 737 мың 965 юниттамын. Өйткені барлығымыз білеміз, осы жерде қазіргі таңда біздің бұл компаниямыздың осындай жетістікке жеткендігі. Енді суши мастер жапондық асханасының мейрамханасы қазір бізде. Бұл жерге де біздің криптоинт бағдарламасының қаражаты құйылып қойған, алтын өндірісі деп атырмыз. Одан кейінгі жаңа кино индустриясы деп атырмыз, инновациялық базальт технологиясы деп атырмыз. Енді барлығымызға бұл жерде тоқталып айта кетсем, енді кино индустриясы дейміз. Бұл енді қазіргі таңда біздің Қырғызстан азаматы Нұрлан Маметеев деген азамат осы индустрияның бүгінгі жаңағы бағдарламасын құрған. Барлықтарымыз киноны жақсы көреміз, барлықтарымыз балалық шағымыз, енді біздің жасымыздағы келгендері бізден үлкендер, барлықтарымыз осы Индияның киносымен өстік деп айтсақ болады. Енді бұл үлкен кино индустриясы ертеңгі таңда Қытай елінде, Индия елінде көптеген жаңағы кинотеатрларда көрсетіледі. Сол көрсетілім бағдарламасы бойынша ертеңгі күні бізде осы жерден дивидендтік жаңағы қаражатын алуға мүмкіндік бар. Енді инновациялық базальт технологиялары деп атырмыз. Енді бұл базальт өнімдері шығарылады. Ол жөнінде өткен үлкен жаңағы вебинарда айтылған. Бұл ертелі кешпі осы сентябрь-октябрь айына деп белгілеп отыр. Бұл заводтың қосылуы басталады деген жаңағы мүмкіндіктер бар. Сондықтан барлықтарыңызды осы жерге келгендеріңізге тағы да құттықтағым келеді. Енді криптоинт бағдарламасы бәрімізге бүгінгі таңда белгілі. Криптоинт бағдарламасы бұл
бізге қазір не береді? Барлықтарымызға бұл криптоинттің жаһандық портфелінде тең меншік иесі болу. Одан кейінгі жаңағы адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус. Енді бұны барлықтарыңыз білесіздер. Адалдық бағдарламасы бойынша барлығымыз қазіргі таңда ай сайын бонус алып отырмыз. Одан кейінгі профи бонус деп атырмыз. Бұл да профи бонустың алу мүмкіндігі. Реттелген және ашық қаржыландыру. Активтерді арттыру есебін кіру құнын өсіру. Одан кейінгі тоқтала кететінім кірудің әлемдік мерчандайзердегі айналымға түсу мүмкіндігі. Енді бұл бағдарлама қазір барлығымызға жақсы мүмкіндік беріп жатыр десем болады. Өйткені барлығымыз қазіргі таңда адалдық бағдарламасы бойынша ай сайын бонус алудамыз. Одан кейінгі жаңағы криптоинт бағдарламасының көптеген жақсы жаңалықтарын жеке-жеке бұл жерде барлықтарыңызға күнделікті осындай вебинар жүргізіп жатырмыз. Енді келесі қадамдық нұсқаулық дейді. Бұл енді қадамдық нұсқаулық жеке инвестор академиясы. Бұл жерде бірінші қадам тегін тіркеле аласыз. Өйткені тегін тіркелетін болсаңыз, сізге оқу ақпарат құралы тегін беріледі. Сол оқу ақпарат құралы жөнінде бүкіл өзіңіздің жаңа тіркелген кабинет деп жатырмыз ғой, сол бойынша алуға, сіздерге ақпарат алуға болады. Одан кейін екінші қадам VIP клуб мүшесі болыңыз және бонустар алыңыз дейді. Бұл жерде енді сіздер VIP клуб мүшесі болатын болсаңыз, барлығымызды бұл тағы да қуантарлық жағдай. 1-нен 14 шілденің арасында бізде 10 юнитпен тіркеліп 350 крипто юнит балын алған едік. Енді бүгінгі күннен бастап, бүгін міне 16-сы, компанияның тағы да берген мүмкіндігі, бұл жаңағы VIP клуб мүшесі боласыз 10 юнитпенен, сіздерге қазір уже енді 300 крипто балын беріп жатыр десем болады. Үшінші қадам, өзіңіз үшін ыңғайлы ойыпты таңдаңыз. Бұл енді өзіңіз жаңа тіркелдіңіз ғой, тегін тіркелдіңіз, одан кейін VIP клуб мүшесі болуыңызға болады. Одан кейінгі жаңа үшінші қадамда өзіңізге тиісті, өзіңізге ыңғайлы қандай жаңа оқу ақпарат құралын таңдағыңыз келсе, сол оқу ақпарат құралы арқылы сіз бұл бағдарламаға кіре аласыз. Төртінші қадам әрекет етіңіз. Енді бұл әрекет етіңіз деп атқаным, осы үлкен қадам нұсқауларын қарап отырып, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Барлықтарыңыз қазір осы жерде бұл компанияның мүшесі болып отырғандықтан, барлықтарыңызға қазір бұл мүмкіндікті басқа адамға беру мүмкіндік бұл жерде. Ертеңгі күні бұл мүмкіндікті басқа адамдарға бере білсеңіздер, әрине нұр үстіне нұр болатын еді деп айтқым келеді. Ал енді сіз бұл жерде оқи отырып, дәл қазірдің өзінде табыс тапқыңыз келсе, бізде бұл жерде табыс көзін қазір пайдаланып, табыс көзін алуға болады. Енді көп деңгейлі крауд инвестинг деп атырмыз да, көп деңгейлі крауд инвестингтің көп деңгейлі бизнесі. Ол қол жетімді оқу. Үйде жасалатын бизнес. Барлықтарымыз қазіргі таңда үйде отырып бұл бизнесті жасап отырмыз. Енді мынандай уақытта бірден, екіншіден барлықтарымыз осы Zoom арқылы кіріп, үйде жасап, бизнес жасауға бұл кішкене болса да бейімделіп қалдық. Өзіңізді директор болуыңызға болады. Өйткені директор болу дегеніміз, енді барлықтарымыз білеміз, жұмысқа баратын болсаңыз, сізде бір директор, бір зам директорыңыз болады, басшыларыңыз болады деген сияқты. Сіз сол жерде жұмысшы болып жүресіз. Ал енді мына жерде бұл партнерлық программа арқылы адамдарға мүмкіндік бере отырып, өзіңіз де осындай мүмкіндікке жетуге болады. Өзіңізге қызметкер болыңыз. Интернет арқылы жұмыс жасау, шексіз табыс табу, халықаралық бизнес, арманыңыздың жылдам орындалуы, 12 айдан 60 айда миллион табу мүмкіндігі.
бұл мүмкіндік бұл жерде бар. Енді мен бұл жерде кішкене ғана тоқтала кетсем, жаңағы айтып жатырмын ғой, мен бұл компанияға келгеніме өте қуаныштымын. Мен бұл жерге келгенімде бір ғана 100 юнит қана салып қойып, 10 айға 1000 юнитқа бөліп алған едім кезінде. Қарап отырсаңыздар, қазір осы армандарыма жетіп келе жатырмын десем болады. Өйткені мен басқа халыққа, басқа адамдарға мүмкіндік бере отырып, қазіргі таңда жақсы табыстарға жетіп жатырмын десем болады. Қазіргі таңда менің акциямның құны сол кездегі $1000 акциясының құнынан көптеп мақтанып айта аламын. Одан кейінгі инвестициялық бизнес, инвестициялық кеңес беруді үйрету. Енді барлығымыз білеміз да, қазіргі таңда күнделікті осы инвестициялық кеңес беруді үйретіп жатырмыз. Өйткені бұл инвестиция барлығымызға керек. Инвестициялық қорларды және тең мүшелік иесі болу. Өз капиталыңызды жылдам ұлғайту мүмкіндігі. Енді бұл жерде тоже қазір жеке тоқтала кетем, өз капиталыңызды жылдам қалай ұлғайту мүмкіндігі бар екеніне. Өз активіңізді басқару. Одан кейінгі 24-60 айдың құны, 60 айда құны $1 миллион болатын актив жасау мүмкіндігі. Содан кейінгі жаңағы биік мәртебе деп жатырмыз. Ол биік мәртебе жоғарыда көрсетіп кеткендей, сіздерде үлкен тәжірибелі болып, үлкен жаңағы партнерлық программа бойынша президентқа дейін жету мүмкіндік бар. Енді біздің компаниямыз 2014 жылдан бері жеткен жетістіктеріміз, 2014 жылдан бері жеткен жетістігіміз, қазір әлем бойынша 750 мыңнан астам белсенді серіктестер бар. Дүние жүзі бойынша 175-тен астам елдегі бизнес. Президент мәртебесіне бүгінгі таңда 75 серіктес бар. Біз бұл вебинарларды қазір 11 тілде өткіземіз. Қазіргі таңда мен сіздерге қазақша сөйлеп отырсам, бұл жеке басқа мемлекеттерде 11 тілде жеткізіліп жатыр деп айтуға болады. Енді желіге 96.398.724 юнит бонус ретінде берілді. Бұл желі арқылы дегеніміз жаңағы біз адамнан адамға жеткізіп, сол арқылы жаңағы табыс көзін осыншама халық осындай қаражатты қазір төленді десек болады. Енді 5 жылда қазіргі таңда 1.359.695 адамның басын қосты. Бұл қазіргі біздің криптоин бағдарламасы осындай халыққа мүмкіндік берді. Қарап отырсаңыздар, айына 19.995 адам тіркеледі екен, күніне 666 адам тіркеледі екен, сағатына 27 адам тіркеледі екен, әр 2 минут сайын бір адам тіркеліп отырады екен. Сонда қарап отырсаңыз, енді бұл 2014 жылдан бері біздің жеткен жетістігіміздің мәртебесі деп айтсам болады. Одан кейінгі тоқтала кететінім, енді табысқа жету тарихы деп жатырмыз ғой. Енді мына жерде біздің көптеген шетелдік үлкен бұл табысқа жеткен, жаңағы президент статусы, жоғарғы статусқа жеткен адамдар деп айтсам болады. Одан кейінгі слайдта қазір көрсетіледі. Бұл жерде енді біздің мақтан тұтап айтатынымыз, өйткені біз өзіміз, әр адам өзінің патриоты, өз елінің, әр адам өз жерінің жаңағы дамытушысы деп жатырмын. Қазір қатты қуанып айтатын себебі, мына жерде Кенжебай Ибрагимов азамат отыр. Бұл кісі енді үлкен тоже жетістікке жеткен, Шымкент қаласының өкілі. Мына жерде Аққаным Бақтыгереева отыр. Бұл кісі де Атырау қаласының жаңағы кеңес өкілі. Одан кейінгі Роза Хамзина деп отырмын. Бұл кісі де ерекше тоқталсам болады. Өте сондай жақсы адам. Бұл кісіден көп сабақ алуға болады. Және айтып отырмын ғой, бұл кісі енді Астана қаласының қазіргі таңда осы біздің крипто бағдарламасының президент мүшесі. Енді біздің Қазақстанда мына жерде тағы бір, міне бізде Гарифулла Апасов деп жатырмыз. Бұл кісі де қазіргі таңда Астана қаласының үлкен
офис өкілі, командасында қанша мың адам, енді бұл қазіргі таңда осы кісілердің жетіскен жетістіктері. Енді бұл неге бұның барлығын көрсетіп жатырмыз? Мен танитын мына жерде міне бар екен, Изат Көшкөнбаев бар екен. Жас болса да, бұл кісі де қазір Қырғызстанның мемлекетінің өкілі. Бұл кісінің де жеткен жетістігі қазіргі таңда президент болып отыр. Командасында көп адамдары бар. Қаншама адамдарға мүмкіндік беріп, бұны біз неге көрсетіп сіздерге айтып жатырмыз? Енді қарап отырсаңыздар, біздің көрсетіп жатқан мүмкіндік, айтып жатқанымыз, сіздерге де мүмкіндік бар осындай. Сіздер жаңағы адам затына осы мүмкіндікті бере отырып, осындай жетістіктерге жетуге болады. Енді көп деңгейлік краудинвестинг бизнестің артықшылықтары, бұл енді үйде жасалатын бизнес. Өзіңізге өзіңіз бастық боласыз. Халықаралық бизнесіңізді нөлден бастауға болады. Жаңа айтып кеттім ғой, мен бұл жерге ең алғаш келгенімде жай ғана $100 салып қойған едім. Қазіргі таңда осы партнерлық программа арқылы бойынша 2 жылға қарасам, мені өте қуантарлық жағдай, $86.000 мен осы криптотрейдингтің балын алған екенмін. Бұл енді мен үшін қазіргі таңда жетістік деп айтсам болады. Одан кейінгі табыс табудың шексіз әлеуеті, бірнеше табыс көзі бар бізде. Бірегей бизнес моделі дейді. Бүкіл желіге зор ықпал ету. Енді бірнеше табыс көздерін табуға болады, желі арқылы да жұмыс жасауға болады. Одан кейінгі қазір тоқтала кететінім, мына жерде біздің жобаға қалай қатысуға болады. Біріншіден, сіз тіркелесіз. Тіркелгенде енді сізге өзіңізге жаңағы ақпарат берген адам сізге тіркелу жолын көрсетеді. Одан кейінгі жаңа верификацияны өтесіз. Бұл енді заң жүзінде заңдалу деп айтылады. Содан кейін жаңа өзіңіз қатысасыз. Қатысқанда енді жаңағы оқу ақпарат құралы деп жатырмыз ғой, бізге беріп жатқан. Сол оқу ақпарат құралынан өзіңізге керекті жаңағы ақпаратты алып, соған өзіңіздің қаражатыңызды құйып, ары қарай осы алған оқу ақпарат құралы менен жүзені асыруға болады. Бұл деген үлкен мүмкіндік. Одан кейінгі келесіге тоқтала кетсем, студенттерге сыйлықтар. Енді бұл студенттерге сыйлықтар деп атқаным, барлығымыз бұл жерге бала боламыз ба, жасымызға үлкен болама, жасымызға қарамай, жаңа айтып отырмын ғой, бірінші біздің студент деп атқанымыз бірінші ақпарат, оқу ақпарат құралы. Енді VIP клубының мүшесі болғаннан кейін қазіргі таңда енді мынау кеше 350 кіру балын беріп жатқан еді. Бүгін уже өзгерді. Яғни жаңағы VIP клуб мүшесі болсаңыз, сізге 300 кіру балы беріледі. Одан кейінгі әр сейсенбіде инновациялық сауаттылық бойынша тренинг өткізіледі. Бұл тегін тренинг. Ол енді тренинг тегін өткізіледі. Оның уақытын қазір сіздерге көрсетіп кетеміз. Одан кейін әр бейсенбіде көп деңгейлі крауд инвестинг бизнесі бойынша тағы да тренинг өтеді. Сейсенбі күні бұл тренингтер қазақша жүретін болса, қазақ тілінде, бейсенбі күні бұл орыс тілінде жүргізіледі. Сондықтан осы үлкен жаңағы бұл да оқу ақпарат құралы десек болады сіздерге. Өйткені қазіргі таңда қалай инвестиция жасау керек екен, сізге қалай тіркеліп осы VIP клуб мүшесі болу үшін сол жаңағы тренингтарда сіздерге көп мағлұмат беріледі. Енді біздің барлығымыздың компанияның миссиясы деп айтсам болады, әлемнің жаңа эволюциялық экономикалық эволюциясы. Бұл енді байлықтың ғаламдық деңгейдегі бөлінісі, қауіпсіздік пен қорғаныс, басқаларға көмектесу, өркендеу мен бақыт, армандарыңыздың орындалуы. Бұл енді әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы дегенді барлықтарыңыз білесіз. Өйткені бұл жерге келген адам, компанияның жаңағы үлкен миссиясы деп атырым. Барлығымыздың миссиямыз, қазір барлығымыз атсалысып, халықтарға бүкіл әлемде шет мемлекеттерде десем болады, осындай үлкен
армандардың орындалуына біздің компания атсалысып жатыр. Одан кейінгі тоқтала кететініміз енді жаңағы әлемдік жаңа экономикалық эволюция деп жатырмыз ғой, бұл үш құрамдас бөлімі. Бірінші оқу, тең меншік иесі болу, бизнес. Енді барлықтарыңыз тыңдап отырған шығарсыздар. Бірінші оқу, бізде бірінші оқу болғандықтан бұл барлық ақпарат біздің оқу ақпарат құралынан басталады. Біріншіден сіз оқуды ақпарат құралын алатын болсаңыз, сіз көптеген оқу құралдарын біліп, ертеңгі күні деңгейіңізді өсіріп, одан кейінгі жаңағы үшінші бөлімдегі сияқты үлкен бизнесті атқаруға мүмкіндік бар. Одан кейінгі келесіге тоқтала кетсем, келесі слайдта енді бұл жерде мен осы адамдардың барлығын көрдім, жеке жаңағындай сұхбаттастық десем болады. Біздің осы жердің президент кеңесшілері, біздің басшы президентіміз Андрей Федорович Хавратов деп айтсам болады. Бұл кісі енді осы біздің бағдарламаның нақты ашуына себепкер қылған біздің осы үлкен Андрей Федорович. Одан кейінгі жаңағы тоқтала кететім Жәмила Жакуповна. Жәмила Жакуповна енді бұл кісі біздің Қазақстан бойынша, бүкіл Средняя Азия бойынша үлкен қазіргі таңда компанияның ең бірінші жеңістігіне жеткен, ең бірінші президенті болған. Бұны барлығымыз мақтанамыз. Өйткені бұл президент болу деген өте қиын и өте оңай. Қиындығы ол біздің өзімізде. Бір қорқыныш болса, жете алмаймын ау деген ой болады. Ал егер жеңілдігі жаңағы ештеңеден мойымай, адамдардың барлығына шын жүрегіңізден жеткізе берсеңіз, осы сияқты Жәмила Жүсіпбек қызы сияқты жетістіктерге жетуге болады. Енді бұл кісі біздің өзімізді мақтан тұтатын біздің көшбасшымыз. Одан кейінгі айтатын міне Мила Сердюкова деп жатырмыз да, бұл кісіні барлықтарымыз көреміз. Бізге бұл кісі жақсы жаңағы вебинарлар жүргізеді. Петр Жалобы деп жатырмыз. Бұл кісі де үлкен жаңағы осы президенттік кеңесінің басшысы. Драгош Эндрю, Арманд Мурникс дейді. Енді Арманд Мурниксқа тоқтала кетсем, бұл кісі енді өте өзінде сондай бір мотивациясы мықты жаңағы сондай ер азамат. Бұл кісілердің мен біреуінің жаңа оқуларын жіберіп көрген жоқпын. Осы жаңағы 10 адам болатын болса, 10 адамның барлығында өзім көзіммен көріп, бұл кісілермен жеке жаңа сұхбаттасып, көптеген жаңағы мағлұмат алдым десем болады. Мен осындай үлкен президент кеңесшілері барына, осы кісілермен жеке суретке түскеніме өте қуаныштымын. Осы деңгейлерге сіздерге жетуге болады. Бұны неге мен мақтанып отырмын? Өйткені мен жаңағы айтып отырған оқуды жақсы көрем. Бұл қай қалада, қай мемлекетте, шет ел ма, қай жер болса да, мен осы үлкен жаңағы оқуларға қатысып жүрмін. Мен жаңағы айтып отырмын ғой, мастер профиді Ялтада өтіп келдім, Москвада да болып келдім. Енді Жанар бар, менің президент, жаңағы президентім деппін ғой, ал мен енді сондайға жетсін. Менің спонсорым Минскіға да барып, холодный контактымен деп осылай жұмыста жасап келдік. Сондықтан еш нәрседен мойымау керек. Еш нәрседен мойымай алдаға қарай жүретін болсаңыздар, алдаға қарай ұмтылатын болсаңыздар, сіздерді өздеріңіздің алдаға қойған мақсаттарыңыз болатын болса, еш нәрсені жаңағы жан-жақтағы адамның біреудің анау дейтініне қарамастан алдаға жүре беретін болсаңыздар, сіздер де осындай жетістіктерге жетесіз деп мен бұған уәде бере аламын. Одан кейінгі енді тақтала кететінім жаңағы біздің президент кеңесшілері туралы көп нәрсе айтқым келеді. Өйткені ол кісілер деген менің өте сондай жүрегімді қозғап, осындай деңгейге жеткізген адамдар десем болады. Енді қандай шешімге келдіңіздер? Қандай шешімге келдіңіздер? Бәрін бұрынша қалдырасыз ба, әлде
мынандай жаңағы қаржылық және инвестициялық білім, пассивтік табыстың бірнеше көзі, пікірлестер қауымдастығының мүшесі болу, активтер құру мүмкіндіктері, мұра қалдыру мүмкіндіктері. Енді осындай беріп тұрған мүмкіндіктердің сіздер қандай шешімге келгендеріңізді ол енді өздеріңіз шешесіздер. Бірақ енді біздің криптоинт бағдарламасының соңғы сұранысында жазылған мұра қалдыру мүмкіндігі дейді. Енді мұра қалдыру мүмкіндігі дегеніміз қазір бізде ол біздің ғана мемлекетте емес, бүкіл дүние жүзінде мұра қалдыру мүмкіндігі деген ол енді әркімнің қолынан келіп жатқан іс емес. Өйткені мұра қалдырады, не қалдырады? Үй қалдырады, машина қалдырады, басқа да бір сондай нелер қалдырады. Енді қарап отырсаңыздар, мынандай қаражат қалдыру, криптоинт бағдарламасының осындай цифрлық активін қалдыру деген бұл біздің компанияда ғана. Сондықтан осындай жақсы шешімге келіп, жақсы мүмкіндіктерді беріп, қатарларыңызға жаңағы біздің мемлекеттеріміздегі адамдардың барлығын қосып, ертеңгі күні жаңағы жоғарыда көрсетілгендей жақсы деңгейге жетіп, президент қауымдастығына қатысуға болатын жетістіктерге жету мүмкіндігі бар. Одан кейінгі келесіге тоқтала кетсем, келесі слайд. Енді бізде компанияда енді үлкен көптеген мүмкіндіктер бар. Енді бұл мүмкіндіктердің барлығын айта берсек көп. Нұрғиса, келесі слайдты қосып жіберсеңіз. Енді барлықтарыңызға, түсіндім. Енді барлықтарыңызға айтайын дегенім, осындай шешімді қабылдай отырып, патриоттық сезімдеріңізді оятып, барлықтарыңыз бірінші өзіңізге ғана жеке ғана алып қоймай, ары қарай үлкен маңайларыңыздағы ағайын туыстарыңызға мүмкіндікті көрсету. Ертең қарап отырыңыз, өзіңіз осындай жетістіктерге жетіп отырып, ағайын туыстарыңыз сізге алмай қалған жағдайда сізге қандай өкпесі болады? Соны ойластырыңыз. Одан кейінгі жаңағы бізде 20 сектор болып жатыр деп жатырмыз. Соның ішіндегі ең соңғысы біздің жаңағы көмектесуді адамға мүмкіндік беру деп жатырмыз. Сол жерде қайырымдылық сектор деп жатырмыз. Қайырымдылық секторды қазірден бастап үйренуіңіз керек. Қайырымдылық секторды сізге біреуге жаңағы аузыңыздан жұлып бірдеңеңізді беріп или ақша сал деп атқандық емес. Сол адамға сіз мына беріп жатқан ақпаратты шын жүрегіңізден ашылып, ойыңызбенен, барлық жаныңызбенен айтатын болсаңыз, ол адам сізге келеді деп ойлаймын. Өйткені мен айтып отырмын ғой, қазір менің командамда, мен қазір өзім Көкшетау қаласында болғандықтан, командамда қазір акционерлердің саны өте көп. Өйткені мені қуантады бұл жағдай. Мен осы Көкшетауға келгенімде бір адамды танымастан келдім. Мен осы жерде бір халыққа мүмкіндік берейін деп келдім. Енді қазір қарап отырсаңыздар, бұл Көкшетаудан кеткім де келмейді. Қазір біз енді өздеріңіз білесіздер, Көкшетаудың офисі жабылып жатқан күннің өзінде біз қазір жаңағы партнерларымызбен де жатырмыз, әріптестерімізбен барлықтарымыз активно старт сабағын өткізіп жатырмыз. Активно старттың сабағы қазір 10 000 теңге болатын болса, біз соны 5 000 теңгеге бір айлық курс ашып, оқиым деп жатқан адамдардың барлығын осы жерге қосып жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда барлықтарына бірінші оқу ақпарат құралы керек. Өзіңіздің алған жаңағы инвестицияңыз, ары қарай инвестицияны дамыту, ары қарай халыққа мүмкіндік беру, сол жағында жаңағы біз сол офисті тоқтатпай қазір өзіміз ары қарай дамытып жатырмыз десек болады. Енді мен компания туралы айта берсем, 1 сағаттың өзі аз болып кетеді деп ойлаймын. Сіздердің барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюларыңызға болады. Қазір мен қарап шығайын, сұрақтарыңыз бар ма екен мына жерде? Сұрақтар қойылып жатқан сұрақ жоқ. Бұл қуантады деп ойлаймын. Өйткені адам баласы сұрақ қоймағанда бұл кісілердің білімдері жоғары деп айта аламын. Өйткені
кейде бір өзің білмеген кезде сұрақ қоясың. Білетін болған жағдайда сұрақ қоя алмаймыз. Өйткені өзің біліп тұрсаң, біз оны сұрақты емес, біз тыңдаушы ретінде, тыңдарман ретінде жүрегімізге қабылдаймыз. Енді барлықтарыңызды қазір уақыт болған екен, мен тағы да бір сіздерге реклама деп жатыр ғой, соны айта кетсем болады. Енді біздің қазір ендігі қосылып жатыр десем болады. Өйткені қараңыздар, сағат 9-да, кешкі сағат Астана уақытыменен біздің осындай бетке ұстар, үлкен үлгілі десем болады. Программа, жаңағы біздің программа бойынша, партнерский программадан президент статусына жеткен Нұрлан Мұқанов және Роза Талғатовнаның дата майнинг туралы мотивациясы басталды. Барлықтарыңыз қазір осы жерден шыққан бетте сол дата майнингқа қатысуларыңызды сұраймын. Өйткені біз білеміз, барлықтарыңызды тағы да құттықтағым келеді. Бүгінгі таңда 16-сы күні міне шілденің дата майнинг программасы қосылды. Сондықтан сол бағдарламаға қосылуларыңызды сұраймын. Енді жақсы, келесі кездескенше сау саламатта болайық, барлығымыз аман болайық. Жақсылықта кездесуге Аллам жақсы күндерді нәсіп етсін. Сау болыңыздар.